Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қуырдақ дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдын ала қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып алып, үстінен туралған етімізді жуып салатын боламыз. Мен еттерімді алдын ала осылай ірілеу етіп бұрап алдым. Менде сиырдың еті. Міне осылай салып, қозғап қуырамыз. Еттерім менің тұздалмағандықтан үстінен тұз сеуіп қуырдым еттерімді. Сонда тұзымыз етімізге сіңіп, тамағымыз одан да дәмді болып шығады. Не осылай араластыра отырып қуырып, астын орташа отқа қоямыз. 10-15 минут қуырып аламыз етімізді. Сол аралықта етіміздің суы шығып, сол суына өзі бұқтырылып шығады. Және етіміз жұмсақ болып шығады. Отымыздың астын кішкене пәсейтіп қоямыз. Тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Көкөністерімізді дайындап аламыз. Менде пияз, сәбіз, картошка қосам. Өз қалауларыңыз бойынша қоспай қойсаңыздар да болады. Маған сәбіз қосқан ұнайды. Сол себепті бір сәбіз турап жібердім. Картоптарымызды да ірілеу етіп турап аламыз. Қаласаңыздар жұқа, болмаса бұдан да ірі етіп турап алсаңыздар бола береді. Барлығы өз фантазияларыңызға байланысты. Алдын ала турап дайындап қойдым. Міне суымыз тартылып жатыр, етіміз қуырылып жатыр. Осылай араластыра отырып, алдын ала турап қойған пиязымызды салып, тағы да 5 минутқа қуырамыз. Пиязымыз кішкене сарғайғанша. Пиязымыз сарғайып қуырылса, тамағымыз дәмді, түсі де өзгеріп шығатын болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай пиязымыз қуырылды. Алдын ала турап дайындап қойған сәбізімізді саламыз. Тағы да 5 минутқа қуырып, қазанымыздың қақпағын тағы жауып қоямыз. Мен үстінен міне осылай бауыр етін қосып жатырмын. Бауыр еті тез пісетін болғандықтан картопымызбен бірге саламыз. Және тұзын көрсеңіздер болады осы уақытта. Мен көптеу тұз салғандықтан ешқандай артық тұз қоспадым. Картопымызды, бауырымызды салып, қозғап, 10 минутқа қалдырдым. Осы 10 минут аралығында тамағымыз пісіп шығады. Және оттың астын ең төменгі отқа азайтып қойыңыздар. Міне тамағымыз дәмді, өте керемет, еттеріміз жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Бағила. Назарларыңызға көп рахмет. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын баршаңызға. Сау болыңыздар.